Бір сезім келеді, сауатты, көңіліме, өміріме бәлкім жауапты. Мендегі мүдірмей оқитын мәтінді тауыспайтындай тағатты. Бір сезім келеді, данышпан, әдеппен келіп табысқан. Ғарыштан емес жүректен бақылап және алыстан деп жырлайтын ақын Салтанат Қайырбектің өмір өлеңі бүгінгі біздің шығарылымға арқау болмақ. Армысыздар. Салтанат Қайырбек 1995 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында дүниеге келген. Академик Ебіней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі. Өлеңдері республикалық жыр маржаны, Жауқазын жылда гүлдейді, Сарыарқа сазы сынды жыр антологияларына енген. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Барокко болмыс жыр жинағының, мейірім болса кәдімгі аудио кітабының авторы. Не бір жақсы кездер өтті, не бір тәтті ойды өтті. Жасыра алмай көздегі отты жүрегімді сөйлетті. Не бір аңғал шақтар қалды, қайран көңіл қалды көп. Қойдым жанды ақтарғанды өзегімді шарпып от. Ғаламнан да қымбат сәтте адам болдым қаншалық. Өрекпіген өткеніме қарап тұрмын тамсанып. Жауын шашынды, күркірегенді, жарқылды, сандуғаштардың сайраған әнін саңқылды, күбірдегі бір әңгімелерді әртүрлі, қарбалыстарды, қарқылды. Тыңдағым келмейді, көңілімдегі бұл көктем, тамшының үнін естуді үйрет мөлт еткен, жүрегім құсап селт еткен, құстың қанатын сезуді үйрет желп еткен. Салтанат, сенің кітабыңды парақтап отырып, мына бір жолдарды оқыдым. Расында, қағазға түспеген не түрлі өлең бар, менің бұл басымда. Еліктемедім мен Мұқағали мен Қасымға, өзімнің хақымда ұқсағым келмеуі, қазан ошақтан аспайтын ақынға дейсің. Бұл әрине ақындық ішкі менің мен айқын позицияң деп ұғынсақ та, осы жерде бір әлдекімдерді, қазан ошақтан аса алмай жүрген әлдекімдерді үнсіз мегзеумен қандай да бір менменсудің де ұшқыны бар ұқсап көрінді маған. Өзіңнің айтарыңды естігім келеді. Ол жерде әйел адамдарға қаратылып айтылған сөз емес, тіпті ер адамдарда бар, өзінің бір формасы түсіп алған том-том кітаптары бар. Бірақ айтпағы 2-3 өлеңмен айтуға болатын ойды, мысалы қаншама бюджеттен ақша шығартып, том-томдап, таңдамалы шығартып, қайта-қайта басып, және соны бір жетістік көретінде, мысалы, қаламгерлер бар. Не бір том-том өлең жазған ақындарды мысалы зерттеп қарап көрдім. Мамандығым филолог болғаннан кейін, өзім негізі мектеп кезімнен шығармашылық зерттеумен айналыстым. Өлеңдердің құрылымы бала кезімнен қалыптасты. Сол зерттей келе мен жалпы тақырыптардың бір-бірінен алыс кетпегендігі, сол теңеулер, сол тіпті азаматтық тақырыптағы өлеңдердің өзінің алысқа бара қоймаған екен көрдім кейбір өлеңдер. Әрине, енді біз өзіміздің арамыз айтқан гениальный өлеңдер де бар ғой, бірақ гениальный өлеңдер көп, бірақ нашар жазылған өлеңдер және оған қатысты шығып жатқан кітаптардың саны да өте көп. Ауылын аңсау, бір жылқыны аңсау, ит туралы жазу, сондай сияқты тақырыптар әбден жауыр болған. Меніңше ол қазан ошақтың тақырыбы. Мысалы, біз өлең жазам десеңіз деген мастер-класс өткіздік. Ол жердегі менің мақсатым қазақ балаларының шедеврін оқығым келеді. Олардың қайталап, бір-бірінен ағалардан қайталап, мысалы, арнаулар жазғанда да, Қасымға арнау, Абайға арнау, сен керемет едің, осындай өмір сүріп едің деп 20-30 шумақ өлең жазып келеді балалар. Ал мысалы, мен орыс тілді 5-6 сынып оқушылардың хокку стилінде жазған өлеңдерін көрем. Олардың 3-4 тармақтан ғана тұратын өлеңдері енді ғажап.
олардың ойларында мынандай үлкен серпіліс бар, және мен соған қызығам. Мынау хокку хайку стилі дейді ғой, оларда жапондықтарға тән, минимализммен және соны жалпы орыс тілді оқушыларға да ол стихосложение деп үйретіп жатыр жалпы. А бізде қоғамда ол нәрсе әлі қалыптаспаған. Бізде жаңағы неғұрлым өлең ұзақ болса, соғұрлым жаңағыдай көнерген сөздер көп болса, соғұрлым әдемі деген бір сондай түсінік бар. Сол түсінікке қатысты айтқан шығармын. Енді өзің жалпы қаламгерлерге қатысты, олардың ізденісіне қатысты ойларыңды ірікпей айтып отырсың. Бүгінгі күні өзіңді осы әдебиет өлкесінде қандай мәселелер жаныңды қозғайды, қандай тұстарға көңілің толмайды, қандай тұстарға? Мен көңілім толмайтын дүние ол жалпы қазақ әдебиетінде қыздарға, қазақ әдебиетінде жүру үшін неге жауапкершілік қажет? Неге қазақ тілінде бірдеңе жазу үшін жауапкершілік қажет? Сол нәрсеге мен көңілім толмайды. Ортада жүру үшін де бірдеңеден бас тарту керек. Бір адамдармен жақсы болу керек, жақсы болмау керек деген сияқты. Белгілі бір құрбандықтарды талап етеді. Құрбандықтарды талап етеді. Мен ол жерде бір жекелеген адамдарға, ұйымдарға қатысты бір топырақ шашып тұрғам жоқ. Салыстыратын аргументім бар. Мен және орыс тілді әдеби ортамен жақсы байланыстамын. Сол жерде мен байқағаным, мысалы, біздің әдебиетпен салыстырғанда, мәселен, мен өлеңдерімді орыс тіліне аударып жүрген поэт, ақын, ол осы жуырда Ресейден Пушкин атындағы төсбелгі поездбен келді оған. Және оған Ахматован атындағы марапаттар келді. Енді қараңыз, Ахматова не айтты? Олар айтты: мы сохраним тебе русская речь, великое русское слово, деді. Олар орыс тілін былай қолдай алды, орыс тілінде жазатын. Ал бізде, біз жазып жүрсек те, бізге кісі салу керек та. Бізде андай бір мүшәйраға, бір конкурсқа қатысқан кезде, біз тосыннан, мысалы, марапаттауына барып, сіз мысалы бір байқауға қатыссаңыз, осыған 100 адам қатысып еді, мен әдемі көйлегімді киіп бара қойшы, бәлкім мен алған шығармын деп сіз бармайсыз. Өйткені ол алдын ала шешіліп, реттеліп қояды, және сен келесің деп шақырады. Ал мына жерде бір тосын дүние бар. Ол жерде сондай бір шынымен де бізде бәлкім сынның қалыптаспағандығы екен, осы жерде көңілім толмайтыны бар. Жаңа салыстырғандай, біз осы қарап тұрсаңыз, Ресей қайда? Ресейдің халқы қайда? Орыс әдебиетіндегі бір-біріне деген қолдау. Сонда ана зарубежная русская литература деп Қазақстанда, оның ішінде Қарағандыда жүрген ақынның орыс тілін дамыту үшін қосып жатқан үлесі үшін сондай марапат жіберу, мына өлеңіңіз не деген ғажап деп біліп. Сонау Ресейден. Біз өзімізді бір-бірімізді көріп тұрып, анау адамдарға бізді көріп тұрып, неғұрлым сені таныған сайын ол жерге түсу қиын. Сол ішкі қозғалыстары мен үшін түсініксіз һәм жұмбақ. Өте өзекті мәселені тілге тиек етіп отырсың, өйткені осы мүшәйралардағы өзің айтқандай бармақ бастылық, ортаға кісі салу, талантты біліп тұрып, көре тұрып, көрмеген су, өлеңің жақсы емес. Жершілдік, рушылдық. Өзіңнің таза, тұнық өлеңдегі адалдығыңды, өзіңе тән болмысындағы кіршіксіз мезеттерді сақтап қалу үшін, кірлемеу үшін, көңілің қалмау үшін, сондықтан да мен алыс жүрем. Поэзия мен үшін қайтарымсыз. Ал бір адамдар үшін, ер адамдар үшін бұл қиын дүние да. Үміт артып барады сол жерге. Үміт артып барады, немесе ол жаңағы бір қара жұмыс істемей, басқа дүниелерге басын ауыртпай, осы бір бүкіл интеллектісін, күш қуатын салып тұрып жазып, түне ұйықтамай теректей бас теңселіп отырып жазған дүниесін енді ана жерде елемеген кезде меніңше ағалар, көкелер, ер адамның әсіресе сағы сынғаны бұл не бір таланттарымыздың жолын һәм бағын байлап тұр деп ойлаймын, және бұл өкінішті жағдайларға апарған сәттерде аз емес. Жанкештілік талап ететіні
өзі аз ғана қазақпыз, өзі аз ғана қазақ тілінде сөйлейтін адамдармыз. Неге біз бір-бірімізді шынымен де қолдап, қолпаштап, неге бір-бірімізді, міндетті түрде біз дос болмай-ақ қояйық, сырлас болмай-ақ қояйық, бірақ әдебиетте жүргендіктен бір ағалық болмай-ақ қойсын, әпкелік болмай-ақ қойсын. Тек қана жаңағыдай ешқандай бір мотивсіз осы әдебиетте жүрген үшін де бір-біріміздің өнерімізді, осындай бір миссиямызды неге құрметтемеске деген ой болады. Мына жақта сол айтып отырған ойыңның алғашқы сауалдағы жалғасы секілді, одан соң қарайсың қазақта бір абай, бір қасым. Бір ұлы кәрілік бар шығар ағзамда, қартаймас күш бар ма мұхаңда, мағжанда деп сауал тастайсың. Осы жерде де бір екі-үштілау ойды көрген секілді болам. Бәлкім мен көріп тұрған көкжиектен сенің айтпағың басқа дүние ме еді? Бұл жерде қартаймас күш бар ма мұқаңда, мағжанда дегенде керісінше таңдану. Тәнті болған сәтім ба? Тәнті болған сәтім. Шынымен де қалай Мағжанның поэзиясы өміршең, Мұқағалидың поэзиясы қандай өміршең, сол айтпағым. Мен мысалы Мағжанның сүйемін дейтін өлеңі мен үшін гениальный өлең. Мағжан, Мұқағали өлмейтін ақындар. Соңғы кездер балалар әдебиетіне деген жақсы бет бұрыс бар. Ақындарымыздың өзі, біздің замандастардың өзі жақсы сол салаға бет бұрып, қалам тербеп, қандай да бір тың дүниелерді өмірге алып келуге асығуда. Енді өзің балалар әдебиетіне қатысты кітаптарды қолға алғанда нені мақсат тұттың? Балаларға арналған өлеңдерім шабыт келе қалып жазылған өлеңдер емес, үлкен жауапкершілікпен. Олай айтатын себебім, мынау Корней Чуковскийдің балалар әдебиетінің негізін орыс тілінде қалаған Агния Барто, олардың 11 қағидасы бар балалар әдебиетінің негізгі өзегі болып табылатын. Оның енді бәрін айтпайын, ең негізгі қағидаттары ол бала ол жердегі сөздерді көзбен көре алу керек, құлақпен ести алу керек. Сосын меніңше қолмен ұстай алатын дүние болу керек. Ол жерде сезім, сағыныш, аңсау, ар, намыс, ұялу, басқа біздің дерексіз зат есімдер мейлінше аз болу керек. Ал мен енді өзім 2 бала тәрбиелеп отырмын. 2 баланың енді үлкен ұлым 4-ші сыныпқа келгенше біз талай кітаптың, талай өлеңдердің, оқулықтардың ішіндегі материалдармен таныспыз. Сондықтан қазіргі өзім жазып жатқан дүниелер осы кішкене қателік кеткендерді бір жамаса деген ниетпен жазып жатырмын. Жоғарыдағы аталған қағидаттарды сақтап, және менің өлеңдерімнің ерекшелігі ол риторикалық өлеңдер. Мынау қазір нейробиологтар болсын, логопедтер болсын, нейрофизика дейді ғой. Соның барлығын қосқан кезде өлеңнің риторикалық құрылымы, еліктеуіш сөздердің көп болуы, осының барлығын кәдімгі кәсіби психологтармен, логопедтермен, өзім өлеңімді жаңағы ақындарға, жазушыларға емес, жаңағы стильдік тұрғысынан өзім жетілдім деп ойлаймын. Оның өлең формасын сақтауыма. Бірақ бала психологиясына бейімдеу жағынан арнайы мамандарға тексертіп, солай дайындап жатқан ерекшелігім бар. Жақсы, енді өлеңде де өмірде де соны соқпағын қалыптастырғысы келетін өзгеше ойлау үрдісінен жаңылмайтын айрықша болмысты көріп отырмын. Осы болмыс сені биіктерге жетелей берсін. Өзіңді жақсы көретін, өзіңнің өлеңдеріңді ғана іздеп жүретін шынайы оқырмандарың көп болсын. Салтанаттың жырларында өзіне ғана тән ашық үн, батыл мінез бар. Мысалға, баритон, сені естідім. Ғаламсың дедің маған, сұлусың демес бұрын. Өзгеше, күйгешті мұң. Бұл жүрек өлеңге үйлесті мұң. Зердеме тамсандың сен, бетімнен сүймес бұрын деп жырлайтын автордың сезімді жеткізудегі өзіндік айшығы мен өзіне ғана тән формуласын көргендей боласың. Ал енді бірде солайша көңілден бояу түс кетті. Ал сезім тәттіні тәтті дейтін
дәм сезу рецепторларын іспетті деп тіл қатады ол. Я, өлеңдегі өзгеше қолтаңбасын қалыптастыруды көздейтін ақынның жұп-жұмыр жырлары да кейде өлеңнің өзіне астамси асқақтай тіл қататын сәттері де жоқ емес. Ең бастысы ол өлеңнен өзін іздейді. Көкейдегі көп сауалдың жауабын да өлеңнен айқын естігісі келеді. Ендеше осынау адалдық барда ақынның шығармашылығының ертеңі шын мәнінде еңселі деп сенгіміз келеді біздің де. Адам жердің шашы сынды, тағдыр тарақ тарайды. Ыдыратып жібереді, кейде бірге жияды. Әлсіздер үзіледі, мықтыларды қияды. Адам жердің шашы сынды, көңіл бояу бояйды. Болмашыға мәз ғып қойып кейде ғарып қылады. Өздік түсін ұмытқандар дел сал болып тынады. Адам жердің шашы сынды, айтарым жоқ басқалай, сақтап қояр қойнында аяқ асты тастамай. Үзеді де, қияды да, келеді не қылғысы. Адам жердің шашы сынды, заманы шаш үлгісі. Салтанат, негізі әрбір өлең адам жанының бір жаршысы секілді ғой. Үн қатады, айналаға тіл қатады, белгілі бір ойды айтады. Дәл жаңа сен оқыған адам жердің шашы сынды деген өлеңің бір өрнегі өзгеше, өмірдің философиясын басқаша бір тармақтармен жеткізгісі келген өлең секілді көрінді. Бұл өлең өмірге қалай келді, нені айтқың келеді, естігім келеді өз аузынан? Бұл өлең кейінгі жазған өлеңдерімнің ішінде шоқтығы биік деп ойлаймын. Өйткені бұл өлең ағылшын тіліне аударылды, орыс тіліне аударылды, философиялық идеясы үшін. Бұл өлеңді жазғанда өзі сол кездерде көп қаламгерлерімізден айырылып қалдық, көп таныс адамдардың өмірден өтуі мені ойландырды. Сонда бір тұңғиыққа түсіп кеттім. Сол кезде ойлап қарасам, адамның сүйеніші бар, күйініші бар, қуанышы бар, қайғысы бар, барлығы деген осы адамның өмірге келуімен және өмірден өтуімен тікелей байланысты екен. Сосын ойладым, бір минутта, бір сәтте қаншама адам өмірге келіп, қаншама адам өмірден кетіп жатыр. Сонда бұл құбылысты өзім былай сырттан елестетіп көргім келді. Сол кезде маған бұл мынандай идея келді. Адам жер планетасының шашы сияқты. Шашы түсіп, қайтан өседі, қайтан түседі, сол сияқты жаңа сақтап қояр қойнында аяқ асты тастамай деген сол біздің жаңа қара жерге қайта оралуымыз, топырақтан жаратылып, қара жердің қойнына қайтан енуіміз, сондай бір заңдылық, сондай бір идеяға алып келді. Бұл өлеңнің тарихы енді шынымен де адамдардың өзіңе араласпасаң да таныс көретін адамдардың, сыртынан сүйсініп жүретін адамдардың тіпті өмірден өтіп жатқанның өзі көңіліңе қаяу түсіреді. Сол кезде бір қатты тебіреніп жазған өлеңім. Өмірдің ақиқатымен келсе отырып, мойындай отырып, бір соған тіл қату. Бұл өлеңде адам жердің шашы сынды, заманы шаш үлгісі деген тіркес. Шынымен де мысалы репрессия кездерін қарасақ, жап-жас бозбалалар, жап-жас біздің арыстарымыз да өмірден өтті, оны заманы қиып тастады. Ал қазір мысалы кейбір адамдар бар, өзін өзі үзіп жатады. Сол сияқты шынымен де біз адам өзінің шашымен ойына келгенін істесе, жерде адамдармен солай ойына келгенін істейтін сияқты бір сондай бір қабылдау болды сенде, иә? Аллегория, синтез, әркім сондай теңеу. Негізі сенің осы өлеңді жырлау стиліңде де одан бөлек өмірді, айналаны қабылдауыңда да бір өзіңе ғана тән, ешкімге ұқсамайтын бір бояу, өзіңе ғана тән бір үн, өзіңе ғана тән бір әлем бар секілді. Ол әлемде көп адам бәлкім ұғынып болмас, бойлай бермейтін көп адам өзіңе ғана жақсы түсінікті жаныңның бір кеудеңде
бұлқыныстарын солай бір өзгеше өрнекпен жеткізетін сәттерім көп екенін байқадым. Бұл енді әр ақынның өзіне тән айшығы десе, сенің бір дара жолың, сара жолың деп сенгім келеді. Өмір тасқа да соқты басымды, желкелеп мені. Алатау еркелет мені. Көлсайың сәруар, бұлағың маған болса бал. Мені талды қорғаныңмен қоршап ал. Тар болса мейлі күйіп кетсін іштер. Шатқалдай шыдамға жарыным күш бер. Даладай жасыл, тастардай асыл. Өлеңім алмадай пісіп, өріктей шашыл. Шабдалы шырындай аңқы, молайын тәнті. Алатау ару, алатау ана. Биігің жұмақ, бөктерің қала. Дәулеттің дәмін талғамай татқан, етегіңді қиып, шүберектейін сатқан. Ұлдарыңды кешір ана, айтарым осы ғана. Қадірлі көрермен, бізде дәл қазір шынайы айдары. Бұл айдарда біз ақынның өмірлік ұстаным қағидасын, өмірде белгілі бір жайттарға қатысты өзіне тән миссиясын және де адами болмысын көрерменге айқын ете түсетін сәтіміз. Өзіңнің балалық шағыңдағы ең тәтті естелік деп нені айтар едің? 5 жасымда ата-анамның маған домбыра сыйлаған. Өмірдегі өзгерістерден қорқасың ба, әлде ол бір берілген алға жылжудың мүмкіндіктері деп қабылдайсың ба? Мүмкіндіктер деп қабылдаймын. Өзің өмірде қаншалықты көңілің қалды адамдардан, қоғамнан, әлде? Мен бейімделгіш адаммын және әр ситуациядан шешім таба аламын. Сіздің ойыңызша адам өз тағдырын өзі жасай ма, әлде белгілі бір табиғат, жазмыш, тағдыр деген ұғымдарға тәуелді ғұмыр ма? Адамның өмірінде болуы тиіс ситуациялар бар, бірақ сол ситуацияларға қалай жауап беру керек екен адам өзі таңдайды. Қазақ ақындарынан кімдерді оқисыз? Қазақ ақындарынан классиктерден бастап кейінгі ақ өлең жазатындарға дейін оқимын. Барлық ақын баласы бір ананың деген қағидатқа өзіңнің қосарың? Барлық ақындар, шығармашылықта жүргендер, тіпті бір-бірімен кереғар болса да, олардың бәріне бір тән ортақ қасиет, олар аңғалдық болады. Сондықтан ол пайыммен келсем, қай жерден мықты, қайсар, қырсық болса да, бір бойында бір аңғалдық болу керек. Әйтпесе ол өлең жазбайды. Иә. Бір абдырап жүреді ма, бір затын ұмытып жүреді ма? Аңғал-саңғал болмысымызбен, бәлкім, біздің қоғамда кейде күлкілі көрінетін сәттерде жоқ емес. Өзің өмірде үлгі тұтатын адамдарыңыз бар ма? Тәртіппен жүретін адамдарды үлгі тұтамын. Өзіңнің бойындағы өзіңе ұнамайтын мінез? Өзіме қаталмын және өзіме тыныштық бермейді. Арасында өзіме тыныштық беруді үйренемін. Нені кешіре алмайсың? Бәрін кешіремін. Өмірде неден қорқасыз? Қорқыныш деген сөздің астарында әлденені қабылдамау, әлденеден қашу, әлденені мойындамау. Меніңше уақыт өте келе барлық нәрсеге ақыл парасатпен көндігетін философияға жеткен сияқтымын негізі. Ал жаңағындай жәндіктерден қорқу, басқа ол ондай толып жатыр. Жалпы өмірде сіз қорқатын нәрсе жоқ, барлығын қабылдайсыз? Қабылдаймын деп ойлаймын, иә. Жақсы. Олай болса, аз ғана сауалдың еншісінде Салтанат Қайырбектің өмірде белгілі бір жайттарға қатысты, ситуацияларға қатысты көзқарасын айқындай алдық деген ойдамыз. Жалпы осындай шынайы сәттеріміз, өміріміздегі айқын мезеттеріміз көп болсын. Көкжиектен күн боп қолын созған нұр, құлагер боп керім сыңнан озған жыр. Қиянатты қара қылдай қақ жарып, мұңсыздарға салшы бүгін қозғау бір. Қара сөзді қалықтатта көгімнен, қасиет бол құзаршыңнан төгілген. Қаламымды қозғар болсаң құдырет, қайғы мұңның қабырғасы сөгілген. Қадірлі көрермен, сіздер өмір өлең хабарын тамашаладыңыздар. Осынау ойлы да сырға толы әлемде келесіде жүздескенше.